Сәлем достар, бүгін сіздерге календар жасауды үйрететін боламын. Одан бұрын сіздерді біздің ең керемет әдемі каналмен таныстырғым келеді. Бұл каналда сіздер календар, постер, яғни біздің үйдің ережелері деген сынды әртүрлі тематикадағы постерлерді және сонымен қатар сүрелерді таба аласыздар. Канал құны 1000 теңге. Егер сіздерге канал керек болса, описаниеден менің WhatsApp номеріме өтсеңіздер жеткілікті. Ал енді осы календар жасауды үйренсек, үшін ең бірінші Pinterest'ке кіреміз. Сол жақтан өзіңізге қажетті фонды жасайсыздар. Сол фондың фотосына барып, скачать изображение деп өзіңізге сақтап аласыз. Содан кейін PicsArtқа кіреміз. PicsArtқа кіргенде бізге ақ бет қажет болады. Ақ бетті таңдап болғаннан кейін жаңағы Pinterest'тен жазып алған фонымызды добавить фото арқылы өзімізге PicsArtқа аударып аламыз. Фонды таңдап болғаннан кейін оны ақ беттің бетіне толықтай кигіземіз. Содан кейін төбесіне готовыны басамыз. Енді қазір қазақша календар 2022 деп Google-ға жазсаңыздар, сіздерге неше түрлі шарт береді. Соның ішінде мен біріншісін таңдадым. Өзімізге добавить фото деп қазір PicsArtқа осыны жүктейтін боламыз. Міне осылай размерін келтіріп аламыз. Содан кейін ана астындағы смещать дегенді көріп тұрсыздар ма? Міне соның ішінен усиление деген басасыз. Сол кезде бізде барлық ақ жері жойылып кетеді де тек қана жазулары қалады. Енді қазір стикерға кіреміз. Соның ішінде өзімізге қажетті тематикадағы фотоны таңдаймыз. Мен Золушка стилінде қойғым келеді. Міне барлық принцесса тұрған фотоны осылай қойып аламын өзіме қалаған жағыма. Стикерімізді қойып алғаннан кейін қазір енді біз инструментіға кіреміз. Соның ішіне Vibrate таңдап, ішіне өзімізге қажетті көлем таңдаймыз. Мен овал дедім. Осылай бетімізді қиып аламыз. Содан кейін қазір енді қиылған бетке рамканы іздейміз. Тоже стикерге кіресіздер. Сосын рамка круг деп жазсаңыздар, сіздерге неше түрлі осындай рамкалар шарт береді. Мен ішіне жылтырлағын таңдадым. Міне осылай қиып алған көлемімізге рамканы осылай келтіреміз. Календарға қарап тұрсақ, бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Қазір қайтадан стикерге кірдім. Сосын принцесса деп жазсам, осындай әдемі бабочка шықты. Осы бабочканы қазір өзімізге ыңғайлы әдемі көрінетін жерге келтіріп қоятын боламыз. Міне мына жерге жараспайтын сияқты көрінді. Содан кейін мен астына қоя салдым. Міне бізде осындай әдемі календар шықты. Барлығы өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Егер сіздерге менің видеом пайдалы болса, ұнаған болса, онда менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.